Kafa болмаңыздар да. Енді бұл күнделікті әшейін ғана тойға шығып бұл. Енді бұл жерде айтып жатырмын ғой, Ләззаттың жанына желеу болған, көпшілік демеушілік жасаған. Осы жерге келсек, мен саған қамқоршылығын жасаймын, әйтеуір қолымнан келгенше барлық жақсылығын жасаймын деген. Бізде де қарасып отқан жоқпыз, өзіміз байлар жандар енді. Сонда да жанында жақын болған, өзінің күлсайып сесі орны бөлек. Оны жасырудың қажеті жоқ. Әйтеуір саудаға қосқан, оң солын танытқан, шыны керек. Жас семья, жас отбасы болып келді. Әйтеуір Аллаға шүкір, елден қалмай келе жатыр, қызын ұзатып жатыр, әйтеуір той беріп жатыр. Соған мен ерекше өзімнің рахметімді айтамын. Мен бөліске бөлмей-ақ қойшы осы. Той болсын, әрдайым Күлсаяның той болсын, жақсылық болсын. Нюканың де жақсылық болсын, той болсын деп, осы бір конфетті бұл дүние емес. Бөлмей-ақ қойшы, ренжімеңіздер. Әркімнің көңіліне қараған болмайды, бірақ өзімнің көңіліммен. Жарама келсеңіздер ма? Ол нанды бөлеміз ғой, бірақ конфеттің өзінің орнына берейін. Келсеңіздер ма? Я, рахмет сіздерге. Қалай түседі, солай аластар. Тойдан толықтай деген сол ғой. Жаңа қойдан, неде тойдан дорға жолы қарамасы, жорға жолы қарасын дейді ғой. Мына жорғалап, құдай қаласа, мына конфетімізді қабыл алыңыздар. Құдағи өңшең әдем конфет әкелген екен. Рахмет құдағи. Сіздердің үйіңізге де осылай конфеттерді алып, құдай қаласа тойға бара берейік. Жақсы, рахмет.